Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге қатпарлы болып шығатын өте дәмді әрі жұмсақ қаттама нанның оп-оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Жалпы негізі қаттама нанның жасалу жолдары өте көп, бірақ именно осы әдістен қаттама нанның арасы пісіп, өте слоеный болып және де жұмсақ, ең бастысы өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан оп-оңай әрі тез дайындалатын тамақтардың рецепттерін таба аласыздар. 200 мл қайнаған судың үстіне мұздай сүтіне құйып жақсылап араластырып алдым. Жалпы ашытатын қамырдың суы жылы болса болды. Жылы сүт, жылы су құйып араластыра берсеңіздер болды. Ең бастысы жылы су болса болғаны. 1 чайный ложка тұз қосып, үстінен 3 чайный ложка қант қостым. Және де қасықтың ұшымен ғана кішкене ғана дрожь қосатын боламыз. Бізге ашыған бауырсақтың қамыры сияқты қамырдың қажеті жоқ. Себебі қазір қамыр жайған кезде біз жұп-жұқа етіп қамыр жаямыз, ал қатты ашыған қамыр жұп-жұқа етіп жайылмай, тырысып қалатын болады. Сол себепті жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп, бетін 20 минутқа жауып қойсақ жетеді. Ал дрожь қосқан себебіміз қазір қаттама нанды пісірген кезде қаттама нан көтеріліп, арасы пісіп шығатын болады. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп, соңында жұмсақ болып тұрған осындай майды жағып, тағы да бір илеп, ұюын қандыратын боламыз. Сіздермен бір лайфхакпен бөлісіп кетейін. Қамыр илеген кезде кейде қамырымыз қатты болып шығып қалады. Сол кезде осылай майды қосып, бетіне жағып, үстіп илеп жіберетін болсаңыздар, любой қамыр жұмсақ болып шығатын болады. Қамырдың ұюын жақсылап қандырып, бетін пищевой пленкамен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып жая беретін боламыз. Мінекей достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай 20 минуттың ішінде қамыр қатты көтерілмейді. Бірақ қамыр жаюға өте ыңғайлы, жұмсақ, оп-оңай әрі тез жайылатын болады. Бұл қамырды сіздер екіге бөліп жайып алсаңыздар да болады. Ал мен үлкен етіп бір қамыр жайып алдым. Мінекей достар, менде осындай үлкен қамыр пайда болды. Қараңыздар, астындағы барлығы көрініп тұр. Жұп-жұқа етіп осылай жайып алатын боласыздар. Бұл жерде ең маңыздысы осы қамыр жұқа болып жайылу керек. Еріген майымызды қамырдың барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Қамырды 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Шамамен біреуі 10 сантиметрдей болып шығады. Қамырды кесіп болған соң барлығын бір-бірінің үстіне қойып, тағы да қолымызбен созып тартып жіберетін боламыз. Қамырды қолымызбен барынша созып, жан-жағынан тартып болған соң, қамырды орап алатын боламыз. Қамырды орап болған соң, үстінен қысып, жақсылап басып жіберетін боламыз. Арасындағы ауалары шығу үшін, және де арасы тығыздалу үшін. Үйдегі сковородканың размеріне қарай 5-6 бөліктерге бөліп аламыз да, бетін пакетпен жауып, холодильникке май қатқанша 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қараңыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қандай керемет слоеный болып шықты. Бұл қамырмен сіздер самса жасай берсеңіздер де болады. Өте дәмді, қатпарлы самса болып шығады. Қамырдың үстін кішкене басып жіберіп, бетін пакетпен жауып, 10-15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. 10 минут тұрған қамырымызды алып, кішкене ұнтақ сеуіп жіберіп, ұн сеуіп жіберіп, жұп-жұқа етпей, сәл қалыңдау етіп қамыр жаямыз.
Ең бастысы қамыр осы жерде оп-оңай жайылу керек. Мен алдын қаттамадан жасай алмайтын кезде сәл басқаша әдіспен жасайтын едім. Осы жерге келген кезде қамыр тырысып, жайылмай қатты болып қалатын еді. Қанша холодильникте ұстасам да қамырым почему-то тырысып қатты болып қалатын еді. Бірақ именно осы мен сіздерге көрсеткен әдісте қамыр осы жерде оп-оңай жайылатын болады. Сковородкаға майымызды құйып, жақсылап қыздырып алған соң, үстіне қаттама нанды қойып пісіре беретін боламыз. Маған осылай 2 сковородкаға пісірген ыңғайлы, тез-тез пісетін болады қаттама нан. Қаттама нан асты қызарған кезде қайта-қайта аударып пісіріп алатын боламыз. Егер де ортасына газ тимейтін болса, видеодағыдай ортасын кішкене басып айналдырып жіберсеңіздер болады. Сол кезде барлығы біркелкі болып қызарып шығады. Және де қаттама нанды пісірген кезде вилканың көмегімен болсын, видеодағыдай айналдырып тұрып пісіру керек. Мінекей достар, қаттама нанымыз да дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қатпарлы болып шыққан. Дәмі деген керемет дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан сіздер неше түрлі тамақтардың оп-оңай жасалу жолын таба аласыздар. Келесі видеода жолыққанша достар, астарыңыз дәмді болсын.